Қазақ әдебиетінің негізін салушы, көркем сөз шеберлерінің бірі Бейімбет Майлин. Әдебиетте поэзия, проза, драматургия саласында қажырлы да жемісті еңбек етіп, көркемдік жағынан құнды, көлемі жағынан мол, тәрбиелік мәні зор мұра қалдырды. Бүйағаш шығармаларында әйел теңсіздігі, кедей қара халықтың ескі өмірі мен кеңестік дәуірдегі тұрмыс тіршілігі, көрген қиындықтарын шынайы әрі әсем суреттеді. Өзінің ең алғашқы шығармасы Шығаның белгісі әңгімесін Майлин өз өмірімен ұштастырып жазған. Сіздерге де осы кітапты оқуға кеңес беремін. Шаруа отбасыдан шыққан Әбдірахман мұғалім, өз заманының көз ашық серісі болған. Бір отырыста Әбдірахман мен Шыға көрісіп, бір-біріне ғашық болады. Сол отырыста Шыға Әбдірахман жаққа қайта-қайта көз қырын салғанын халық байқаған. Көбірек жүздесіп, білісудің нәтижесінде бұл екі жас бірін-бірі көрмесе тұра алмайтындай дәрежеге жетеді. Бірақ әрине, бұл Есімбек байға ұнамайды. Өз қызының кедей жігітке көз салғанын жақтырмады. Онымен қоса, өзінің Қали дейтін құрдасымен менде ұл болса, сенде қыз болса құда болайық деген серті бар еді. Сол сертінен аттап кету Есімбек үшін өліммен бірдей болғанды. Солай Есімбек екі жасты қозбауды ойлап, Әбдірахманды жала жауып, қатыгездікпен айдатып жібереді. Өзінің бақытты бола алмайтынын, арманының орындалмайтынына күйзелген амалсыз Шыға айықпас дертке шалдығады. Жағдайы күннен күнге нашарлайды. Ауруы асқынып, өмірден үміті үзіле бастаған сезген әкесі Әбдірахманды шақыртуға мәжбүр болады. Әбдірахман алып ұшып, сүйікті Шығасын көруге асығып келсе, қайран ару жарық дүниемен бір жола қош айтысқан екен. Бұны көрген Әбдірахман егіліп, өзіне жазған соңғы хатын оқып, көз жасы көл болып қала беріпті. Яғни қорытындылай келе Майлин өзінің бір шығармасы арқылы көптеген тәрбиелік мәнді жеткізе алды. Ол өзінің шеберлігін дәлелдеді. Сондықтан да жылжып жылдар өтсе де, бір ғасырға ұласса да, ұлы дарынның есімі де, шығармалары да ел жүрегінен ешқашанда өшкен емес.